Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Өткен тақырыпты пысықтау сабағын бастайық. Сегодня мы будем закреплять пройденную тему. Новые слова. Давайте повторим новые слова. Жаңа сөздерді қайталап шығайық. Қону, сусар, тұқымдас, тәуешкі, арқар, ұлар, жапалақ, үкі. И проверим, как вы выполнили упражнение номер 2. 69-я страница. Первая картинка. Это бобер. Однако правильного ответа в перечне не было. Бобер – құндыз. Вторая картинка. Горный козел, тәуешкі. Третья картинка. Архар, арқар. Четвертая картинка. Горная куропатка, ұлар. Пятая картина. Филин, үкі. Шестая картинка. Сова, жапалақ. И седьмая картинка. Росомаха, құну. Мәтінмен жұмыс. Үшінші тапсырма, 70-ші бет. Страница 70, третье задание. Внимательно слушаем и запоминаем. Тауда аңқұс көп. Кәдімгі қоңыр аюлар бар. Ерен қабырға, тянь-шань, тауын өте сирек кездесетін ақтырнақты тянь-шань аю мекен етеді. Тауда түлкілер мен құнулар да бар. Бұл жақта қасқырлар да жүреді. Әдеттегі сұр қасқыр мен қызыл қасқырда кездесуі мүмкін. Әсіресе сусар тұқымдастарға жататын аң түрлері көп. Олар сусардың өзі мен соған ұқсайтын ақтышқан. Тау биігінен тәуешкілер мен арқарларды көруге болады. Бірақ барыстар азайып кеткен. Сондықтан барыстар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Оларды мемлекет өз қорғауына алған. Жылдан жылға таутеке саны кеміп, көз алдымызда құрып барады. Ал құстарға тауда еркіндік мол. Орман ішінде қорек етіп, шұқитыны көп. Жартастарда оларлар айқайлайды. Таң ертеңнен кешке дейін Альпі ұзақ қарғалары қарқылдап жүреді. Қалың шырша ормандарынан жапалақты кездестіруге болады. Орманда жапалақтың жақын туысы үкі де бар. Жапалақ пен үкі түнгі аңшылар. Олар тышқандарды жеп күн көреді. Тышқан секілді басқа да ұсақ кеміргіштерді жейді. Ал енді 7-ші тапсырманы орындайық. Страница 71, 7-е задание. Дұрыс жауабын тап. Найди верный ответ. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Таутеке саны кеміп. А. Жайнап барады. Ә. Көз алдымызда құрып барады. Екінші сұрақ. Орман ішінде құстардың А. Қорек етіп шұқитындары көп. Ә. Ұшатын жері көп. Үшінші сұрақ. Жартастарда ұларлар А. Айқайлайды. Ә. Шақырады. Төртінші сұрақ. Таңертеңнен кешке дейін Альпі ұзақ қарғалары А. Жарқылдап жүреді. Ә. Қарқылдап жүреді. Бесінші сұрақ. Қалың шырша ормандарда А. Жапалақты кездестіруге болады. Ә. Жапалақтың жақын туысы. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Записываем в нашей тетрадочке сегодняшнее число. Записываем 7-е задание, номер вопроса и рядом верный ответ. И еще одно задание – нарисовать понравившееся вам животное. Из текста задание номер 3. Есте сақта, тауда аңқұс көп. Тауда қоңыр аю, түлкі, сұр және қызыл қасқыр, сусар, тәуешкі, арқар, барыс кездеседі. На этом урок заканчивается. Спасибо за внимание. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше сау саламатты болыңыздар.